Сәлем достар, бүгін сіздермен Наурыз мерекесіне арнап Наурыз көже дайындаймыз. Наурыз көжені бірге дайындау үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бізге ол үшін сүрленген ет, үрме бұршақ, арпа, жүгері қажет. Ең алдымен етті жақсылап жуып, ыдысқа саламыз. Еттің үстіне ет батып тұратындай етіп, су құйып, баяу отта қайнатамыз. Дәнді дақылдардың үстіне қайнаған ыстық суды құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Етті татымына қарай тұз салып, бірінші қайнатамыз. Дақылдарды бөлек-бөлек қайнатып аламыз. Ет қайнап шыққан соң, бетіндегі көбігін сүзіп аламыз және астын төмендетіп, 2-3 сағаттай қайнатамыз. Біздің ет қайнап шықты. Енді құрттың үстіне қайнаған су құйып, еземіз. Пісіп шыққан қазыны дөңгелектеп тураймыз. Етімізді кішілеу етіп тураймыз. Ет қайнаған сорпаны сүзгіштен өткізіп, ыдысқа құйып аламыз. Туралған етімізді сорпаға саламыз. Қайнап шыққан жүгеріні саламыз. Үрме бұршақты саламыз. Мен үрме бұршақтың суын құйған жоқпын, түсі өзгеріп кетеді. Арпа саламыз піскен және жаңағы езілген құртымызды саламыз. Үстіне айран құямыз. Татымына қарай тұз салсаңыздар болады. Менде ет тұзды болғандықтан тұз салған жоқпын. Жақсылап барлығын араластырамыз. Енді кесемізге құйып, наурыз көжемізді ұсынсақ болады. Міне біздің наурыз көжеміз дайын болды. Видео ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер де жасаңыздар наурызда, балаларға өте қатты ұнайды. Баршаңызға ас болсын.